Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен негізгі видеомда пельменнің әдемі түйілу әдісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар, және де менің каналыма қош келдіңіздер. Өздеріңіздің әдемі лайктарыңызды баса отырып, өздеріңіздің комментарияларыңызды жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдымен пиязды майдалап тураймыз, үстіне фаршты қоса отырып, тоз бұрышты араластырып, әдемі фарш дайындап, холодильникке салып қоямыз. Електен ұнды өткіземіз, бір жұмыртқа, алдын ала тұзды суға араластырып дайындап қоямыз. Електен өткізілген ұнымызға жұмыртқамызды қосамыз, және тұз суымызды араластыра отырып, жақсылап тұрып, қамырды илейміз. Қамырымыз өте қатты болмау керек, өте қатты жұмсақ болмау керек. Орташа көлемде болу керек. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа немесе жарты сағатқа қойып, дайын болған қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен жаямыз. Жақсылап тұрып, жая отырып, бұл да өте жұп-жұқа болмау керек, және өте қалың болмау керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте әдемі шықты. Соны оқтаудың көмегімен осылай орналастыра отырып, жақсылап тұрып кесіп аламыз. Мұқият қараңыздар, жақсылап тұрып кесіп аламыз. Және осы дайын болған қамырымызды ұзына етіп қайтадан жая отырып, ұзын қылып жая отырып, 4 бұрышты, яғни квадрат деп айтамыз ғой, 4 бұрышты етіп, барлығын теңдей бөліп кесеміз. Барлығын теңдей бөліп кесеміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығын әдемі кесіп, біздің дайын болған қамырымызды түшпәра, яғни пельменді түйеміз. Пельменіміздің түйілу әдісі өте оңай, әрі өте тез түйіледі. Негізгі бұл видеодағы менің негізгі мақсатым пельменнің негізгі түйілу әдісін көрсету. Әдемелеп түйіп, сол түйілген пельменді, міне көріп тұрғандарыңыздай, қалай түйілу жолдарын осы видеода көрсетіп жатырмын. Өте тез және өте оңай түйіледі. Бұл менің ең жақсы көретін тамағым, және ең оңай түйілетін, тез түйіп орналастырамын пельменді, тез түйіп. Міне сіздерге нақты көріну үшін 5-6 мәрте қалай түйгенімді көрсетіп жатырмын. Мұқият қарасаңыздар, өте оңай. Міне біздің пельмендеріміз бір келкі әдемі болып шығып жатыр. Барлығы бір келкі, және де барлығы өте қатты. Шет жақтарына жақсылап тұрып түйеміз. Және дайын болған пельмендерімізді, міне біздің барлық түйілген пельмендеріміз бір келкі әдемі шықты. Дайын болған пельменімізді морозильникке қатырсаңыздар болады, немесе тамаққа, яғни суға салып жесеңіздер де өте дәмді шығады.